Мадина, туған күніңіз болған екен ғой. Құтты болсын, туған күніңіз құтты болсын. Жасыңыз жақсылыққа келсін тек. 30 күні туған күні болған болатын. 24 жасқа келіп жатыр. Туған күнімен құттықтаған болатынбыз. Жаңа қасымызда жұмыстағылар бар бірге. Барлығымыз туған күн келесі күні атап өттік. Солай барлығы жақсы? Барлығы жақсы. Пап күн түсінбедім бірақ. Ойланып отырсыз ба, ойыңыз тек сол жақта ма? Иә, не пап күн? Мадина, сізге негізі таныстық барлығы жақсы болып жатыр ма? Негізі барлығы жақсы болып жатыр. Иә, бұл пап күн, сосын өзім айтып өтемін, уақыты болады онда. Жалпы таныстық өте жақсы жүріп жатыр. Әрине бір кейбір моменттер бар, айтып өтетін, оны кейін айтып өтейік. Қазір жақсы жағынан бастасақ деп ойлап тұрмын. Жалпы біздің айтатынымыз бәрібір бір болмас үшін кішкене өзінен бастайық. Өзің айт. Мен қобалжып отырмын, кішкене өзім жалғап жүрші деп отырмын да. Не айтамыз? Аянның ойы сіздің қолыңызда папкіде. Негізі таныстық енді. Біраз уақыт өтті ғой. Өзгеріс бар ма? Үйренісіп қалдыңыздар ма бір-бірлеріңіз? Иә, өзгеріс бар. Таныстық прогресс болып жатыр таныстықта кәдімгідей. Өте жақын танып алдым. Танитын жерге дейін танып алдым. Ары қарай бір-бірімізге деген отношениямыз өте жақсы. Сондай нәрселер барлығы болып жатыр. Енді бір өзім бұрыннан бері айтатын бір сөзім бар. Енді спортта жүргеннен кейін менің араласатын кругым өте үлкен, және де оның көбісі ұлдарда негізінде. И 10 жыл, даже 5-6 жыл дейікші, ең азы 5-6 жыл араласып жүрген адамдардан жалпы қызғану өте үлкен негізінде. Телефоннан алып бұғаттап тастау деген сияқты сол кісілерді менің сондай жағдай болып қалып жатады енді. Сол маған ыңғайсыздық тұрғаны бар. Бұғаттап тастады ма кейбір достарыңызды? Балсахан. Аян? Иә, енді бұны негізі бүйтіп қарасаң, қазір как будто мен бүйтіп алдымда әке бер деп бұғаттап тастаған сияқты естіліп отыр да. Негізінде олай болған дүние емес бұл. Иә, болды. Қандай нәрселер? Жаңағыдай мен жалпы былай түсінемін. Қыз бен жігіттің арасындағы достық ол либо көпке бармайтын достық, либо қыз бен жігіттің арасында достық жоқ. Мен осылай түсінемін. Менің түсінігім де сондай да жалпы. Егер де ол жаңағы спортпен баяғыда араласқан, ол нәрсе мәселе неге шешіп алғанбыз біз? Иә, мен запрет қойдым. Өйткені ер азаматтар тым көп болып кетті. Тым көп ер азамат, мен түсінемін. Қыздарды мен подругасымен араластырмай қойып жатсам, мен түсінемін, Аян дұрыс емес десеші маған. Бірақ тым көп ер азаматтармен дос болғаннан кейін мен ол жерге бір тоқтау қойғым келді. Жалпы неге? Өйткені ол кезде, ол адамдармен сен дос болған кезде, Мадина, сен бір өзің болдың. Қазір біз екі адамбыз да. Сондықтан екі адам болғаннан кейін ол жердегі уже достар, ол достар шетте қалады. Ертең бұл өмір сондай нәрсе да, алма кезек. Ертең достардың орнына қайтадан жалғайды. Сен қазір спортта жүрген жоқсың. Сен қазір спортта ол балалармен дос болып жүрген жоқсың. Сен қазір үйленуге